Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты тыңдармандарым? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып отырыңыздар. Әкесінің жаназасында үйленген жігіт. Әдетте қарбалас тірліктен қолы босамайтын ата-анасы жанында қалып, бар назар өзіне ауғанда бала көңіл шаттанады ғой шіркін. Көптен бері Әсем мен Мадияр өз ұлы Мақсатқа көңіл бөлмей кетіп еді. Ертелі-кеш жұмыс басты, бұл жас шып күн қараңғыда үйіне оралады. Ұлын 5 жасында сүндетке жатқызып, бүкіл ағайын, туған-туыстың басын қосып, құдайы қонақ береді. Жұмыс басты болғандықтан көбіне жиын тойдан қалып қоятын Әсемге есеппен сыйласатын мына заманда ешбір абысына қол ұшын созбады. Күн ыстық, шыжып тұрған кез. Ертеңіне тал түске ыстыққа қалмайын деп бүкіл ыдыс-аяқты далаға асыға жуып жатты. Мақсат анасының аяғының астына оралып болар емес. Ары ойна, ыдыстарды сындырасың деген анасының сөзіне құлақ асар бала жоқ. Жердің бәрі шылқа-шылқа су болған соң, аяғы тайып, алма салатын шиша ыдыстың қырына дәл аузымен құлады. Шырылдап, жылап, аузының бәрі қан-жоса болды. Шиша сынып үстіңгі ернін мұрнына дейін екіге айырып жіберген еді. Ол аздай, майда сынықтар тісінің араларына кіріп кетіпті. Бірнеше тісі сынып қалған. Әсемнің зәресі зәр түбіне кетіп, баласымен қосылып жылап жүр. Қолы дірілдеп, әрең дегенде жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға апарып шиша қалдықтарын алып, ота жасап ерін тігіп берді. Баланың құлағанының жақсылығы сол, отбасында жылулық, бала жүзінде риясыз қуаныш пайда болды. Әйтпесе, соңғы кезде балаға уақытылы көңіл бөлмеудің өзі жас шөптің осал тұсы болып көрінетін. Алайда ерніндегі тігістің жазылуы қиынға соқты. Қайта-қайта қанап, су тиіп іріңдей бастады. Баланың жылауы көбейіп, ызбайланып, тым ынжық болып кетті. Мадияр мен Әсем бұрындары балаларының бұлай бал-бол сөйлегеніне мәз болса, кейде мезі болып ұрсып жататын. Көп сөйлемеуді бұйыратын. Енді міне, оның сыңғырлаған үнін еститін емес. Ыңырсып, кейде саусақтарымен нұсқап көрсетіп, қалауын сөзбен жеткізуді тоқтатты. Ерніндегі жара ауыратын болғандықтан сөйлегісі келмей жүрген болар деп, әке-шешесі қатты назар аудара қойған жоқ. Әсем мұғалімдік қызметінен уақытша демалыс алып баласына өзі қарап жүр. Баласының жылауы күн сайын үдей түсуде. Алғашында жаны ашып ұлын ұрыспай мәпелеп жүрген ана байғұстың төзімі таусылуға шақ қалды. Мақсат көбінесе бала бақшада болып әке-шешесін мазаламайтын. Сенбі күндері Әсем өзінің анасына апарып тастаушы еді. Енді міне, өз баласын өзі жақтыра алмай әрең шыдап жүр. Анасына қоңырау шалып, жиен немересін тым еркелетіп жібергенін айтпақ болды. Алло, мама, қалайсыңыз? Жақсы шүкір. Қызым, өздерің қалайсыңдар? Мақсат тәуір болайын деді ме? Жоқ, қайдағы? Керісінше еркелеп, ынжықтанып жүр. Әбден еркелетіп жіберген сияқтысыз. Ерке болсын, бұзық болсын мейлі, ең бастысы аман болса болғаны. Қандай бәледен аман қалды емес пе? Телефонды берші сөйлесейін. Мақсат әжесіне бірдеңелерді айтқысы келгенмен сөйлей алмай ыңылдап қойды. Ақыр соңы ызасы келген балақай бар даусымен жылап жіберді. Оған не болған анасын еш түсіне алар емес. Біршама уақыттан соң Әсемнің анасы қайта хабарласты. Қызым, мен алаңдай бастадым. Мақсат сөйлегісі келіп бірдеңелер айтты, бірақ сөздері түсініксіз. Ол бұлай еркелеген емес. Өзімен өзі ойнап жүретін бала еді. Сөздері нық, анық болатын. Қызым, бұл еркелік емес. Өткен жолы құлағанда зақым келген жоқ па? Мен де соны уайымдап жүрмін. Жаныма маза берер емес.
Оны тезірек дәрігерге көрсет. Иә, Мадияр да солай айтып жатыр. Ертең тексертуге алып барамын. Мадияр жұмыста болғандықтан Әсем баласын жетектеп ауруханаға барды. Расымен де, баланың сөйлеуіне байланысты ақау бары расталды. Оған қоса үстіңгі ерінде екі жаққа бөлініп, ортасы арық секілді болып қалғандықтан сөздері дұрыс шықпайтынын айтты. Міне, сол күннен бастап Әсем өз-өзін жеп қоя жаздап жүр. Ана байғұс баласының бұл көрген азабына өзін кінәлі сезініп, жастан көзі құрғайтын емес. Күн сайын ұйқыдағы ұлынан кешірім сұрап, көзіне жас алып қалады. Қайтсем де емдетем деп, бармаған жері, баспаған тауы қалмады. Емші, дәрігер бәріне апарды. Бәрінің айтатыны бір, баланың ерніне қайта отау жасау керек. Алайда Әсем өз еліміздің дәрігерлеріне сенімсіздік танытып, бұл қадамға баруға қорқып жүрді. Мадияр екеуі ойлана келе Ташкент қаласына барып, мақсатқа ота жасатпақ болды. Мадияр әйелі мен жарын жалғыз жібергісі келмей, өзі де бірге бармақ болған. Жаным, сен де жұмыстан қалсаң қалай күн көреміз? Баланың еміне ақшаны қайдан табамыз? Сен еш алаңдамай жұмысыңды жасай бер. Мен өзім алып бара берейін. Жат елге қалай жалғыз жіберем? Сен уайымдама, бәр жақсы болады. Алысқа кетпеймін ғой. Шымкент пен Ташкенттің арасы бірер сағаттық жер емес пе? Жарайды. Әсем кезек көбеймей жатып, ерте бару үшін шекараға дейін таксимен бір күн бұрын сөйлесіп қойды. Түнгі сағат 4-тер шамасында жолға шықпақ болды. Сондағы ойы таңертең ерте барып, дәрігерге ұлын ертерек көрсету болатын. Түн қараңғыда ұйқыдағы ұлын көтеріп, жолға шығып кетті. Шымкент Жетісай, үлкен жолда көліктері апатқа ұшырады. Үлкен жүк көлігі келіп, дәл Әсем отырған жақтан жеңіл көлікті соқты. Өкініштісі, Әсем апат орын алған жерде көз жұмды. Кіп-кішкентай баласын өз денесімен қорғап қалған байғұс әйел ерлікпен жан тапсырды, десек те болады. Осылай боларын білгендей, Мадиярға сен бармай-ақ қой деп шырылдап жүргенін қараңызшы. Періштедей балақай анасының өлі денесін өз көзімен көріп тіптен шошып қалды. Әсемнің денесін Шымкентке моргқа алып келді, ал Мақсат болса шырылдап жылаған күйі полиция бөлімшесіне жеткізілді. Әкесі келгенге дейін қара терге түсіп тоқтаусыз жылай берді. Әкесін көрген кезде тіптен жылауы күшейе түсті. Әкесі мен ұлы екеуі бірі анасын, бірі сүйікті жарын жоқтап, еңірене жылап алды. Әсемнің денесін Мадияр ауылдағы әке-шешесінің үйіне апарып, сол жерде жаназа намазын оқылып, мәңгілік сапарға шығарып салды. Жол апатына кінәлі жүк көлігінің жүргізушісі бас бостандығынан айырылды. Анасының қазасынан соң Мақсат бұрынғысынан бетер ынжық, кесір болып ешкімге көнбейтін мінез пайда болды. Мадияр баласын әке-шешесіне тастап, өзі қалаға жұмысына оралды. Мадияр да мектепке математика пәнінен сабақ береді. Анасы қаза болып, әкесі тастап кеткен балақай өзін ешкімге қажеті жоқ адамдай сезініп, бір бұрышта тығылып жылап отыратын. Мадиярдың ағасы Азамат қара шаңырақта әке-шешесінің қолында тұрады. 5 баласы бар үлкен отбасы. Жеңгесі Дариға өте тамаша жан. Мақсатты өз балаларынан артық жақсы көріп, өзіне жақын тартқысы келсе де, оған көнетін ол жоқ. Сен менің анам емессің, сен менің анама ұқсамайсың деп маңына да жолатпайды. 6 жасқа толып, оң мен солды ажырата бастаған бала, өзін әкесі алып кеткенін қалап сенбі күні келген әкесіне түрлі шағымын айта бастады. Анасы көбінесе той-томалақта жүргендіктен, көбіне жеңгесі бас көз болып қалушы еді. Апам мені ұрды, бұзық болғаным үшін мені қараңғы бөлмеге қамап қойды деп, осы секілді өтіріктерді айтып әкесіне шағымданды.
Бұл сөздерді түсіндіре алмай сақауланып, қиналып жылаған баласын құшағына қысып үнсіз көз жасын ешкімге көрсетпеуге тырысты. Онсыз да қайғыдан қабырғасы қайысып, өлердей сенген жеңгесінен мұндайды күтпеген Мадияр ешкімді тыңдамай, жеңгесіне өте ауыр сөздер айтып жүрегіне жара салды. Ұлын жетектеп, бұл үйге қайта келместей есігін тарс жауып кетті де қалды. Қыркүйек айы келіп жетті. Мақсат даярлық сыныбына бара бастады. Әкесі үнемі өзімен бірге жетектеп, қай сыныпқа бара сабақ берсе, сол сыныпқа алып барып отырғызып қоятын. Мақсат күн өткен сайын тұйықтала берді. Айтқан сөзін сыныптастары түсінбей, бірнеше рет қайталап сұрай бергенінен дұрыс сөйлей алмағанына ызасы келіп, қолын бір сілтеп сөйлемей кететін. Айналасындағы адамдардан алшақтай берді. Педагогтың жұмысы өте ауыр, әрі төзімділікті талап етеді. Бітпейтін қағаздар, тексерулер. Одан қалса, әр оқушының мінезі, сабақ үлгерімі үшін сөгіс естуі бар. Ал енді бұл шаруаға жас әкенің үй шаруасын қосыңыз. Өзі әке, өзі ана болып, баласының асын беріп, кірін жуып, үтіктеп жүргенде өз баласымен тілдесуге мүлдем уақыт таппайтын. Мақсатты жарының аманаты санап, көзінің қарашағындай сақтап, жан баласынан қорғап жүргенімен оған көңіл бөліп әңгімесін тыңдауға әкесінің уақыты жетпейтін. Солай күндер өте берді. Әйел үйдің берекесі, мерекесі екенін, әйелсіз үй қаңыраған бос сарай боларын Мадияр ұғына бастады. Әйелімен қол ұстасып жүрген отбасыға сүйсінсе, әйеліне қас-қабағын түйіп жүретін жігіттерге өз ақылын айта жүретін. Әйеліңнің жылдық асы өткен соң, теңіңді тауып үйлен деген таныс туыстың сөзіне мән бермейді. Баласына өзге біреудің ана болғанын қаламайды. Өз күнімді өзім көрем деп тіршілігін жасап жүр. Бірде өз анасы келсе, енді бірде марқұм әйелінің анасы келіп, үйдің іш-сыртын реттеп, кем-кептігін түзеп, жыртығын жамап беріп кетеді. Мадияр көрінген адамнан ұлын қызғыштай қорғап жүрді. Мақсаттың араласар досы жоқ. Әкесінің шектеуі күннен күнге көбейе берді. Бала түгілі ішкі жан дүниесіндегі аласапыранды ақтарып жайып салар, Мадиярдың да жанына жақын ешкім жоқтай. Күйзеліске түскен әке байғұс жынданудың алдында жүр. Кей кездері жасырын ғана марқұм әйелінің суретімен тілдесіп, көз жасын бір сығып алады. Қайын жұрты өз рұқсаттарын берсе де, қайта үйленуді өзі қаламай қырсығып жүр. Анасы баласын бұл жүрісіне күйініп жүрегі ауырып жүрсе де, Мадияр ешкімді тыңдамайды. Балам, менің жағдайымды көріп жүрсің. Денсаулығым сыр беріп жүр. Жалғыздығың жаныма батып барады. Армандап кетпейін, балам. Мен жалғыз емеспін, қасымда балам бар. Өз теңіңді тауып шаңырақ көтерер. Әйелсіз үй қараңғы, балаңа да ана керек. Жас күніңде үйленсең, балаң да анасына тез үйренісіп кетер еді. Өтініш, бұл тақырыпты қайта қозғамауыңызды сұраймын. Өмір бойы осылай өтпексің бе? Иә, осылай жүремін. Неге мені түсінбейсіздер? Мен әйелімді сағынып, дидарым бір көруге зар болып, сезімім жанымды жаралап, өзімді қоярға жер таппаймын. Мені осындай күйге түсірген сезімді қалай өшірем? Өз әйеліме деген махаббат оты жанымды өртеп жатқанда өзге әйелді алсам, ол адамға қиянат жасаған болмаймын ба? Ол әйелдің жүзіне қалай қараймын? Уақыт емші. Ұзақ уақыт бойы өмірлік жарым деп санап, арқа сүйеп келген, тәтті де қызықты сәттерді бірге бастан өткізіп жүрген адамым бір сәтте жоқ болып кетті. Есімнен адасатын күйдемін. Жылап сықтауға мүмкіндік қалдырмау үшін бос уақытты азайтып, жұмысқа беріліп жүрмін. Алайда мұнымды пайдасы тиер емес.
Өйткенім мені бостандыққа жіберер емес. Өзім ессіз адамдай күй кешіп жүріп, өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай жүргенімде, өзгені жар етіп, ол үшін жауапкершілік арқалауға шамам жетпейді. Уақыт өте келе, мұның бәрі артта қалады. Уақыт бәріне емші. Барлық болған жақсы, жаман кездері үшін оған іштей алғыс айтып, өзіңе өткенді бостандыққа жіберемін деп айт. Оның да жаны жай тапсын. Ұмытсаңшы оны, ұмыт. Алда әлі сан мың торап жол барысында бақытыңды жолықтырарсың әлі. Күлімдеп оянар таңдар келер, бұлттанған түндер де өтер. Ұмыт. Жаныңды босқа қинама. Ұмыт деймісіз? Ұмыта алсам осындай жағдайға душар болар ма ем? Ұмытуым мүмкін болмаған соң жабырқаумын. Күлімдеп атар таң деймісіз? Мен таң түгілі ұйықтауды ұмытқалы қашан. Қалай күлу керек екенін де ұмытыппын. Балам-ау, ілгері қарай жүрсеңші, кейінге қарай тартыншақтамай. Неге ілгері қадамыңды нық басып болашағыңды ойламайсың? Әлде өзіңе өзің дұшпансың ба? Жаныңды қинамай, бәрінде өткенмен қалдыр. Ең болмаса сыр ақтарып, жаныңды жегіде жеген бұл азаптан арылсаңшы. Осыншама солардай, не болды өзі? Өлгеннің артынан өлмек жоқ ұлым. Құрбыға да, досқа да аян жан жарам. Маған аянышты көзқарас танытатын болды. Содан соң айтпауға бел будым. Мен махаббат дертіне шалдықтым. Емімде, емшімде тек сол ғана. Одан өзге ешкім көмектесе де алмайды. Солдым, мен солып барам. Қайтейін, қолымнан ештеңе келер емес. Мына әлем әсемсіз керексіз болып қалды. Мүмкін уақытысы келсе, бәрі реттелер, бірақ қазір емес. Өтінем, жанымды жараламай, осымен тоқтатайық. Мадиярды үгіттеу анасының қолынан келмеді. Амалсыз көз жанары жасқа толып, ұлы үшін дұға етуден басқа еш шарасы жоқ ана байғұс өз жөніне кете барды. Солай күн өте берді. Қабағын түйіп, ешкімге пейілін бермей, жабырқап жүріп, өмір мерекесінде бар қызықтан құр қалған Мадияр жаңа туылған сәбидей айналасына таңырқап жүр. Тек марқұм әйелінің жанында болмағаны болмаса, бұрынғы өміріне оралған Мадиярдың өзгелермен қарым-қатынасы реттеліп келеді. Ұлының шынайы өмірге қайта оралғанын байқаған анасы балаша қуанып жүр. Көптен күткен сәті де осы емес пе? Бір емес, екі емес, бақандай 11 жыл өтті. Өткен осы жылдар бойы бар дұғасы ұлымның өз теңін тауып бақытты болғанын көрмейінше жанымды ала көрмеші деп Тәңіріне жалбарынып келді.